Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Ауа райына байланысты синоптиктер 9 өңірде ескерту жариялады. Қазгидромет мамандары ауа райына байланысты 9 өңірде ескерту жариялады. 22 қаңтарда Қызылорда облысында жел соғады. Облыстың орталығында шығысында 15-20 метр секунд күтіледі. Қызылорда қаласында 22 қаңтарда жел шығыстан соғады. Түнде және таңертең екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. Түнде Маңғыстау облысының батысында, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында көктайғақ күтіледі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Өңірдің батысында, орталығында жаяу бұрқасын күтіледі. Солтүстіктен жел соғады. Облыстың батысында, орталығында екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. Ақтауда 22 қаңтарда таңертең және күндіз көктайғақ күтіледі. Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Оралда 22 қаңтарда түнде және таңертең тұман күтіледі. Атырау облысының басым бөлігінде қарлы бұрқасын күтіледі. Солтүстіктен жел соғады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 метр секунд. Атырау қаласында 22 қаңтарда қарлы бұрқасын күтіледі. Солтүстіктен жел соғады. Екпіні 15-18 метр секунд. Түркістан облысының оңтүстігінде таулы және тау бөктерлі аудандарында тұман күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады. Облыстың солтүстігінде таулы аудандарында 15-20 метр секунд. Шымкентте 22 қаңтарда түнде және таңертең тұман күтіледі. Алматы облысының оңтүстігінде таулы аудандарында кей уақытта тұман күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады. Күндіз облыстың орталығында екпіні 15-20 метр секунд. Алматы қаласында 22 қаңтарда кей уақытта тұман күтіледі. Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік батысында оңтүстіктен жел соғады. Екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. 22 қаңтарда таңертең және күндіз Қостанай облысының солтүстігінде батысында бұрқасын тұман күтіледі. Оңтүстіктен жел соғады. Облыстың солтүстігінде батысында екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. Ұлытау облысының солтүстігінде шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады. Екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егерде біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк демесін бас көтерулеріңізді сұраймыз.